Бәріңе сәлем достар. Осы видео басталмай тұрып мен айтайын дегенім, көбінесе адамдар менің каналымды тіркелмей қарайды. Сондықтан да қазір тіркеліңдер және де колокольчик басып, комментарий жазып, және де лайк басыңыз. Және де бұл видео жай ғана перевод, оригиналы описаниеда болады. Ал енді осы видео өзінен өзі басталатын болады. Бір күні бір бала орманда жоғалып кетті. Ол өте көп жүрген және де көмекке шақырды. Бір кезде бәрін қойды, өйткені ешкім таба алмайды деді. Алыста бір нәрсені көрген. Ол өзінің көзіне сенбеді. Ескі үй тұрған. Ішінде ақырын свет жанып тұрды. Ол ішіне кірді. Ішіне майшам жанып тұрған. Төсек пен стол тұрды. Бала оянбай төсекке жата салған. Ол шаршады. Қатты жанбай тұрған светке үйренді де қабырғада тұрған заттарды көре бастаған. Қабырғаларда сурет тұрды. Бір түрлі адамдардың. Сол суреттер шын сияқты болған. Және де оған қарап тұрғандай. Ол ұйықтай алмады. Өйткені суреттер қорқытып отырды оны. Бірақ та қатты шаршағаннан ұйықтап қалды. Таң атқаннан көзі ашылып тұрды. Ол қатты қорыққан. Өйткені көрген суреттер шындық болды. Ол суреттер болмады, жай ғана терезелер.